Сәлем құрметті тыңдаушылар, бүгін біз қазақ әдебиетінің ең маңызды кезеңі 19-20 ғасырдың бірінші жартысын сөз етеміз. Бұл дәуірде қазақ әдебиеттануының негізін қалаған үш ұлы тұлға өмір сүрген: Абай Құнанбайұлы, Ахмет Байтұрсынұлы және Мұхтар Әуезов. Олар қазақ әдеби ойының дамуына, көркем сөздің қадірін арттыруға және де ұлттық әдебиетті ғылым ретінде қалыптастыруға үлкен үлес қосты. Абай ол қазақ жазба әдебиетінің негізін салушы болып табылады. Ол поэзияны халықтың рухани тәрбиесінің құралы деп түсінді. Абай үшін сөз ол адамды жақсылыққа, білімге, адамгершілікке жетелейтін күш болып табылады. Оның қара сөздері ол қазақ әдеби сынның алғашқы үлгілері болып табылады. Абай адам жанын тереңдігін, ішкі рухани байлығын ашып көрсетіп, әдебиетке философиялық тереңдік әкелді. Ахмет Байтұрсынұлы қазақ әдебиеттану ғылымының негізін қалаушысы. Ол 1926 жылы әдебиет тыңытқыш атты еңбегін жазған. Бұл кітап қазақ тіліндегі алғашқы әдебиет теориясы болып табылады. Ахмет поэзия, проза, драма сияқты жанрларды ғылыми түрде талдап, олардың ерекшелігін түсіндірді. Кітапта шығарма, образ, сюжет, көріктеу құралдары сияқты ұғымдарға анықтама берді. Ол қазақ сөз өнерін ұлттық тұрғыдан зерттеп, әдебиетке ғылым ретінде жүйе енгізді. Мұхтар Әуезов қазақ әдебиетін зерттеуді жаңа деңгейге көтерген ғалым болып табылады. Ол Абай шығармашылығын терең зерттеп, оның философиясын, эстетикасын жан-жақты талдады. 1927 жылы әдебиет тарихы еңбегін жазып, қазақ фольклоры мен эпостарын ғылыми тұрғыдан саралады. Әуезовтың зерттеулері арқылы қазақ әдебиетінің даму жолы мен дәстүр сабақтастығы айқындалды. Ол әдебиеттануға нақты ғылыми әдіс талдау мәдениетін әкелді. Сонымен Абай ол ойшыл көркем сөздің мәнін ашқан ұстаз, Ахмет әдебиетті ғылымға айналдырған реформатор, ал Әуезов ол сол ғылымды дамытып жүйелеген зерттеуші болып табылады. Үшеуін біріктіретін нәрсе ол халыққа қызмет ету, ал ұлттық рухты сақтау, сөздің құдіретін түсіндіру. Олардың айырмашылығы: Абай ойшыл ретінде бастау берсе, Ахмет Байтұрсынов оны теориялық негізге айналдырды, ал Әуезов сол негізді ғылым деңгейіне көтерді. Ахмет, Абай және Мұхтар қазақ әдебиеттануының үш тағаны. Олардың еңбектері бүгінгі әдебиет ғылымының тіл білімі мен мәдениеттің дамуына жол ашты. Сондықтан бұл тұлғалардың мұрасы қазіргі қазақ әдебиетінің іргетасы, мәңгілік рухани қазына болып табылады. Тыңдағандарыңызға рахмет. Бұл қазақ әдебиетінің рухани биіктерін танытқан үш ұлы тұлға туралы қысқаша подкаст десе де болады. Келесі кездескенше.